Бұндай жағдайда бізде азаматтық кодексте заңсыз баю деген бап бар. Бұл заңсыз баю деген баптың негізі не? Яғни, ол заңнамада нақты көрсетіліп тұр. Егер де қандай да бір азамат, қандай да бір келісім шартсыз өзіне, яғни ақшаны иемденсе, ол ақша заңсыз баю болып табылады және оны жіберген азаматқа қайтарылуы тиіс деп көрсетілген. Сол себептен жаңағы егер ақшаңызды қайтармай жатқан жағдайда, енді қателесіп Каспи арқылы, басқа шот арқылы, онда сіз ол азаматқа міндетті түрде жаңағы претензия жіберуіңіз қажет, яғни сотқа дейінгі, досудебное урегулирование спора дейді, яғни сотқа дейінгі дауды шешу мәселесі бойынша. Яғни жіберіп, осындай ақшаны осындай кезде қайтаруыңызды сұраймын деп, яғни жаңағы претензия жібереді. Олдан кейін 10 күннен кейін ба, егер 10 күн немесе 1 ай күтесіз. Егер де жаңағы арызыңызда 10 күннің ішінде десеңіз, яғни сонда көрсетілген уақытты күтіп, одан кейін сотқа беріп, сот арқылы өндіріп алуға әбден мүмкін емес, яғни сот өндіріп береді. Өйткені ол кісінің ешқандай келісім шарты жоқ. Екеуінің арасында қандай да бір міндеттеме бір-біріне алған жоқ. Сол себептен бұны азаматтық кодексте негізсіз баю деп атайды. Сол себептен бұл жаңағы ақшаны қайтармай жатқан адамға бұл қолайсыз. Өйткені жаңағы ақшаны жіберген адам адвокат жалдауы мүмкін. Адвокат жалдаса, мысалға 500 мың жіберсе, адвокаттікі енді 10% болады. Адвокаттың жұмысы. Жаңағы мемлекеттік баж салығы 1% болады. Яғни ол кісі 500 мың қайтармайды, яғни 555 мың қайтарады. Егер де ол ары қарай қайтармай қойса, сот орындаушыға барса, оның үстіне тағы 25% қосылады. Сол себептен, яғни ол азаматтар, ол ана жақ азаматтар қорқуы мүмкін. Қазіргі таңда айтып отыр ғой, жіберсеңіз болды, сіздің неңізге кіріп кетеді деген сияқты. Ондай жағдайда жаңағы айту керек, сіз осындай претензияңызды жіберіңіз, осындай адам екеніңізді көрейін, кездесіп, жаңағы осындай ақшаны қазір аудардым, міне алдым деп, яғни міндетті түрде, яғни қолхат жазғызып алсаңыз, онда жақсы.